Аспиратормен мұрын қуысын тазалар алдында арнайы мынадай тұзды ерітіндіні мұрынға тамызамыз. Содан кейін аспираторды аласыз, бір жағын өзіңізге қарай тартасыз, екінші жағын баланың мұрнына апарып қоясыз. Мынадай өзіңізге тарту арқылы мұрын үшін артық сұйықтықтан тазалауға мүмкіндік болады. Баланың басын жақсылап екінші адам немесе өзіңіз фиксациялап ұстап тұрған дұрыс. Сол кезде мұрынды тазалау жеңіл болады. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі ол аспиратордың зияны бар ма деген сұрақ. Жалпы оның зияны жоқ, бірақ егер де мұрын қуысы құрғақ болатын болса, қолдануға болмайды. Енді сұйылту үшін жаңа видеода көргендей, міндетті түрде мұрын қуысына аптекадан алынған арнайы стерилді тұзды ерітіндіні аласыз, ішіне шасасыз, содан кейін барып уже сұйық болып бері қарай аққан кезде ғана аспиратормен тарту керек. Тұзды ерітінді ретінде аквамарис, 0,9% натрий хлорид және де басқа да ерітінділерді қолдануға болады. Жалпы бүгінгі айтарымыз осы. Егер де аспиратор жайлы сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.